7 сынып оқушылары, бүгін біз 3-те 6 жаттығуды орындаймыз. Лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Так, бірінші сұрақтан бастаймыз. Неліктен ауыр жүк көтеріп келе жатқанда тайғанақ жолда жүру оңайырақ дейді. Өйткені бізде ауырлық күші көбейген сайын, F ауырлық күші көбейген сайын, бізде F үйкеліс күші де көбейеді. Яғни үйкеліс күші ол қозғалуға қиындатады. Ал тайғанақ жолда ол үйкеліс аз болғандықтан, ауырлық күші аз болғандықтан тайғанақ жолда жүру оңай болады екен. Қарамыз, массасы 1 тонна болатын жүгі бар шананы мұзбен сүйретіп келеді. Үйкеліс коэффициенті 0,05, тартылу күшін табуымыз керек екен. Так, мына жерде 1 тонна, оны килограммға айналдырамыз, ол 10-ның 3 дәрежесі килограммды береді. Енді біздегі F тартылу күшін біз F үйкеліс күшіне тең деп аламыз. Сөйтіп, формуласын жазғанда μ mg деп алады екенбіз. Енді F тартылу күші тең болады, орындарына қоямыз. 0,05 көбейту 10-ның 3 дәрежесі көбейту g бізде 10-ға тең деп алайық. Сонда бізде тең болады 500 ньютон. Жауабы осындай. Үшінші есеп, массасы 70 кг шкафты орнынан жылжыту үшін қандай күш жұмсау керек? Үйкеліс коэффициенті 0,3-ге тең. F бізде тең болады μ mg мен табады екенбіз. Яғни тарту күшін үйкеліс күшіне тең деп аламыз. Тағы да сонда μ 0,3-ті көбейтеміз 70-ге, көбейтеміз 10-ға. Ол бізде тең болады 210 ньютон. Жауабы осындай. Төртінші есеп, массасы 50 кг дене 200 ньютон күштің әрекетінен жазық бетте бір қалыпта қозғалып келеді. Үйкеліс коэффициентін тап дейді. Так, F-ның формуласы μ mg деп аламыз. Осы жерде мұны үйкеліс коэффициентін табамыз. Ол бізде F бөлінген mg-ға тең екен. F 200 ньютон орнына қоямыз. M деген 50 кг. 50 кг көбейту g 10 деп аламыз. Ньютон бөлінген килограмм. Так, тең болады 0,4. Жауабы осындай. Соңғы 5-ші есеп шығарамыз. Жәшіктің жүгімен қоса есептегенде массасы 7 тонна, оның қозғалдық күші 35 кН тарту күшін өндіре алады. Мәшиненің жету дөңгелектері мен жолдың арасындағы үйкеліс коэффициентін табыңдар дейді. Енді мына жерде бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне келтіреміз. Ол 7 көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограммды береді. Мына жақта 35 көбейту 10-ның 3 дәрежесі ньютонды береді екен. Енді F-дің формуласы μ mg-ға тең. Осы жерде μ табу үшін F-ті mg-ға бөледі екенбіз. G еркін түсу үдеуі, ол тұрақты шама 10 ньютон бөлінген килограммға тең болады. F бізде 35 көбейту 10-ның 3 дәрежесі бөлемін m 7 көбейту 10-ның 3 дәрежесі көбейту 10 болады екен. Сонда мына жерде бізде қысқарады. 35-ті 7-ге бөлсек 5 көбейту 10-ның -1 дәрежесі немесе 0,5-ге тең болады. Жауабы осындай.